Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 12 ақпан сынып жұмысы нәтиже сабақ. Нәтиже сабақ дегеніміз – это итоговый урок. Мы сегодня подведем итоги целого раздела. Суретке назар аудар. Қандай ертегі есіне түсті? Дұрыс айтасың. Бұл бауырсақ ертегісі. Бауырсақ – это колобок. Ал енді ертегіні еске түсірейік. Бауырсақты кім пісірді? Бауырсақты әже пісірді. Бауырсақ ата мен ападан қашып кетіп, белгілі бір жануарларға кездеседі. Біз бүгін қоянның, қасқырдың, аюдың және түлкінің тапсырмасын дұрыс орындасақ, ата мен әжеге көмектесіп, бауырсақ үйге аман-есен жетеді. Егер де дайын болсаң, қоянның тапсырмасын тыңда. Бұл жазылым, письменное задание. Қоян бізге Заяц нас попросил написать палец, средний палец, указательный палец. Нужно написать все 5 названий пальцев. Бұл қасқырдың тапсырмасы. Қасқыр бізге мәтінді оқып, және мәтін бойынша сұраққа жауап беруді сұрады. Оқылым. Қасқырдың мәтінін тыңдап көрейік. Анель таң ертең тұрады. Анель встает рано утром. Беті мен қолын жуады. Моет лицо и руки. Тісін тазалайды. Чистит зубы. Шашын тарайды. Расчесывает волосы. Ботқа жейді. Кушает кашу. Салқын шырын ішеді. Пьет прохладный сок. Бас киім, күртеше, етік киеді. Одевает головной убор, куртку и сапоги. Сөмкесін алады. Берет сумку, сабаққа барады. И идет на уроки. Мәтін бойынша біз енді сұраққа жауап беру керек. Қалай жауап береміз? Как будем отвечать на вопросы? Вопросы писать не нужно, только пишем один правильный ответ. Например, 1А, 2Б. Енді сұрақтарды тыңда. Анель қашан тұрады? Когда Анель встает? А. Кеше. В. Таңертең. С. Түсте. Екінші сұрақ. Анель нені жуады? А. Бетін. В. Сөмкесін. С. Көзін. Үшінші сұрақ. Анель нені тазалайды? Что она чистит? А. Аяғын. В. Жейдесін. С. Тісін. Және соңғы сұрақ. Анель қайда барады? Куда пойдет Анель? А. Үйге, домой. В. Сабаққа, на уроке. С. Дүкенге, магазин. Болу керек. Аюдың тапсырмасы. Сөздер мен қосымшаларды дұрыс сәйкестендіріп жазу керек. Көп нүктенің например, шуба. Вспоминаем окончание тәуелдік жалғау. В первом лице менің
мы добавляем окончание м и м. Значит, в первом предложении мы пишем менің тоным жылы. Дәл осы үлгіге қарап, бәтеңкесі жаңа, шалбарын ұзын, белдемшем қысқа, жемпірім ескі сөйлемдеріне менің, сенің, оның сөздерін қосып, маған суретін жібересіздер. Соңғы түлкінің тапсырмасы. Түлкі бізге ең қиын тапсырманы дайындады. Ке қарап, сөйлем құрап жазу керек, ауызша аудармасын айту керек. За место картины мы должны подставить слова. Мысалы, платье Анель новое. Анельдің көйлегі жаңа. Қалған төрт суретке өздеріңіз жауап беріңіз. Жалқаубектің жейдесі қандай? Какая рубашка у Жалқаубека? Новая, старая, красивая. Анельдің шашы қандай? Волосы Анель какие? Жалқаубектің несі қысқа? Что у него короткое у Жалқаубека? Глаза Анель большие. Анельдің несі үлкен? Соңғы сөйлем. Жалқаубектің көзі қандай? Какие же глаза у Жалқаубека? Бұл соңғы тапсырма. Это ваше последнее задание. Если вы все сделали, вы молодцы. Жарайсыңдар. Барлығын жасап болған соң, маған суреттеріңізді жібересіздер. Сендердің үй тапсырмаларыңыз, жаңа сөздерді қайталайсыздар. Повторите слова, которые начинаются с темы одежды. Белдемше, күртеше, еттік. Бұл барлық сөздерді қайталаңыздар. Бұл ауызша тапсырма.